Ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін бұл мен Нойл. Бүгін біздер деген Майнкрафттан видео түсіретін боламыз. Бізде өте көп уақыт болды Майнкрафттан видео шықпағанына. Сол себепті қазірден лайктарыңызды басып, арнаға жазылып, қоңырау шантта басып қойды ұмытпаңыздар. Біз көп созбай ойнайық. Так, бізде мына жерде главный сандық, яғни бізде бұның ішінде керекті ресурстар бар. Так, біздер ең бірінші осы ағашты сындырып бастайық. Яғни көп сөйлеудің қажеті жоқ, тез-тезден ойнап тастайық. Сол кезде керемет болады. Так, бізде деген ең соңғы рет Майнкрафттан бір ай бұрын видео шықты ойдым, қателеспесем. Даже бір айдан да көп уақыт болды Майнкрафт ойнамағаны. Достар, осы видеоны көп күттіңіздер деп ойлаймын. Так, короче, біздер бірденен нәқа қарай жол салайық, уақытты созбай. Бізде мінекей тулыпты, біздер таскаға ауыстырып аламыз. Так, бізде 24 таска болды. Бізде бірден верстак істейміз. Өйткені бізде верстаксыз бұл ойын болмайды. Так, верстакты осы бұрышқа қоямыз әдеттегендей. Енді біздер өзімізге осындай плита жасап аламыз. Өйткені біздер плитасыз, короче, плитамен блок үнемдейміз ғой. Біздер осылайынан қойық. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, біреу, екеу, үшеу, все, жеттік. Ал, 1, 2, 3. Есікті ашайық. Е-майыл, наң бәрі кімнің есінде достар? Наң бәрін біз бұрындары сауда жасап жатқам. Мынау әлі есімде, мен мынадан көп заттар сатып аламыз. Міне, осы ғой негізі ең жақсысы. Ағаш әкеліп сатамыз осыған, короче. Все, біздер енді мына ағашымыздың өскенін күтеміз. Так, мыналардың бәрін сындыртсақ. Бізде 3 саженец болды. Біздер бұның бәрін екітеміз. Так, мына жаққа біреу, мына бұрышқа біреу, мына бұрышқа біреу. Все. Так, мына сындырамыз. Мына сандықты бір шетке қойшықшы. Сандықты бір шетке қоймасам, ё-моё, сынып қалды ғой. Так, біздің саженецті мына жаққа егіп қояйық. Мына жерге егеміз. Так, біздер енді сандығымызды мына бұрышқа қоямыз. Әлде верстактың үстіне қояйық та, я. Осылайынан. Все. Енді осы заттарымыздың бәрін сап қоямыз. Әлде достар, бірденен бесконечный не жасаймыз да? Булыжник. Яғни осы жерден ба? Так, мына жерден лава құйсақ, мына жер ашық, 1, 2. Негізі жасауға болады, я? Так, біздер бір ағашымыздың өскен күтейікші. Біз қазір бәрібір оны істегенмен бізде кирка жоқ. Өйткені мен бүкіл ағашымды тупқа айырмастап тастадым. Енді білмеймін не үшін айырмастап тастағанымды. Солай. Так, біздер не істейміз? Мысалы, мына жерден сындырып ала тұрамыз ба? Бірақ олай болмайды. Мынаның алмазын. Мынау алмаз сатады. Негізі жақсы. Так, біздер мына 4 саженецті егіп қойдық. Енді осылардың өскенін күтеміз. Ал олар өсемегенше достар, сіздер лайктарыңызды басып, арнаға жазылып қойыңыздар қазден. Солай, короче. Достар, сендер дәл қазір арнаға жазылыңыздар, және де комментарийға любой бір сөз жаза кетіңдер. Қандай сөз жазылғанын келеді, соны жаза беріңдер. Так, не істеймін? Так, не істесек болады? Ағаштарымыз өскенше біздер іш пысып кететін сияқты. Сол себепті қазір ағаштар өскеннен кейін жалғастырамыз. Ал күтетін.
Короче, мына ағаштар өспей кетші. Бұларды қалай өсіреміз? Бізде өте жылдам өсірудің жолы бар ма? Комментарияға жазайтыңыздар. Айтпақшы, бізде костяная мука бар, бірақ оны біз сүйектен жасаймыз. Бірақ бізге сүйек дәл қазір жоқ, өйткені оны скелеттен аламыз. Скелет болу үшін түн болу керек. Осы жерге тұрып, ағашымыздың өскенін күте тұрайық. Достар, мен деген Майнкрафтты қосып, Достар, мен деген Майнкрафтты қосып кетіп қалып, қайтып келсем, уже менің 2 ағашым өсіпті. Мына аяқтағы мен мынау. Енді осыларды сындырып алайық. Так, давай. Ой, ё-моё, сынбай қалды. Так, екінші ағаш сындырып аламыз. Так, все, болды. Енді біздер мынаның бәрін сындырып, қайтадан саженец алып егеміз. Бізде уже бір саженец бар. Тағы да біреу болса, әдем болады. Опа, егіп қоямыз. Так, енді біздер бұның барлығын құртып тастамаймыз, өйткені біздер және құртып тастап өзімізге ағаш таппай қалдық. Тағы саженец түсі. Так, бұны біз ортаға егіп қоямыз. Және де біздер өзімізге кирка жасап алайық. Өйткені біз бесконечный булыжник жасаймыз. Короче, осылай. И осылайдан кирка жасаймыз. Все. Кирка бар. Енді біз мына жерге өзіміздің бесконечный булыжнигімізді жасасақ болады. Так, міне біздің құрылысымыз бітті. Мына жерге біз осылай суды қоямыз, мына жаққа лаваны құямыз. Біздер ең алдымен суды жарып аламыз. И лаваны осылай құйып жібереміз. Все, бізде бесконечный булыжник дайын. Жақсы болды ғой. Ал достар, сендер лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп отырыңдар. Біздер болсақ, мына булыжник сындырайық. Мына жерден өзімізге ыңғайлы болу үшін бір орын қазып аламыз. И енді біздің алғашқы булыжнигіміз. Тағы да біз үстіп көп қаза береміз. Так, достар, мен өзіме бір тасный бір кирка жасап алмасам тастан, то мен ағаш киркамен дым сындырамай кеттім. Яғни өте жай сындырады. Біз өзімізге осындай бір мықты каменная кирка жасап алдық. Енді мына деревянный киркаға қош бол дейміз, лақтырып жібереміз. Енді бізде одан да мықты кирка бар. Тоқтады. Біз осыдан не жасап, плита жасап, яғни тоқтадым, шатасып кеттім. Осылай. Енді плита жасап, біз өзіміздің жерімізді үлкейтейік, өйткені бізде келесі бөлімдерде мына жерден жануарлар тіріледі. Так. Ойын астағы болып кетті. Оны сындыру үшін біз мына жерге блок қоямыз, и және де осының үстінде тұрып сындырып, мына аламыз. Аламай алым құлап кетті. Ничего, бізде әлі бізде 20 былай және соңғысы былай. Бізде осындай бір булыжник атылып қалды, енді бұл тұра берсін. Енді бізде осындай бір булыжник атылып қалды, бұл тұра берсін, алдағы уақытта керек болады деп ойлаймын. Енді біз мұны осы тасты сындырамыз ағарай. Өйткені біз тас сындырғадан басқа дым істемейміз. Бізде мына саженецтерді негізі егіп қоя салу керек. Бізде өйткені ағаш жоқ сындыратын. Біздер осы жерде тұрып күтеміз енді ағашымыздың қайтадан өскенін. Короче, менің киркам сынып қалды. Менде 47 булыжник және 64 булыжник бар. Және нақта 2 ағашымыз өсті. Біздер енді өзімізге топор жасайық.
ең бірінші осылай топор жасаймыз. Топор жасауды ұмытып қалыптым ғой. И мына ағаштарды біз добивать етіп аламыз. Достар, сіздерге көп рахмет айтқым келіп тұр. Өйткені мені 170 подписчикке дейін жеткізіп тастапсыздар. Ал енді мені 200 подписчикке дейін жеткізеді деген ойдамын. Ал сіздерге сендім. Өте тез, өсуі өте қиын және сынуы өте тез екен. Так, енді біз өзімізге кирка жасап, қайтадан булыжник сындыруымыз керек. Өйткені бізге булыжник өте көп керек. Ой, ё-моё, матиға істеліп кетті ол. Айтпақшы достар, менде бір стак булыжник бар, соны сатып жіберейік та, иә. Так, мынаған келіп, мынаны $2. Короче, достар, менде ең алғашқы ақшам $2. Жарты сағат отырып, сындырып, тастан $2 алдық. Теп көңіл күйіміз түсірмейміз. Охо, бізде ағашта өсті. Майнкрафт мені түсінген сияқты. Өйткені мен өтірік мұңайып едім. Ағаштарым өсіп жатыр. Так, бізде саженс 3 бар екен, осыларды егіп қоямыз. Осы жерге және осы жерге. Мына жерге, жоқ, бұл жерге емес. Мынаның орнына егеміз. Все, біздер достар $2-ға тағы да бір не саженс түсті. Біздер бұл $2-ға прямой құм аламыз, земля. Өйткені біз егін егеміз соған. Так, осы жерден біз 8, яғни бізде 14 құм болды. Енді өзіміздің полямызды өртіп, ой-ё-моё, сынып кетті. Кешіріңдер. Ё-моё дейтін сөзді қою керек. Мен көп айтатын болдым, ё-моё деп. Осылай. Так. Былай. Все, бізде осақ жер болды. Бізге бірақ бұл жер егін егуге аз. Сол себепті біз бұл жерге өзіміздің ағаштарымызды егеміз. Так, бізде осы жерге және осы жерге және осы жерге. Бүкіл жапырақтарды сындырып көрейік. Бізде может тағы да бір саженс түсіп қалуы мүмкін. Бір саженс берілді. Біз бұны осы бір жерге егеміз, және де мына жақтағы саженстердің бәрін сындырып тастаймыз. Так. Міне төбеде бір саженс тұр. Осыны сындырып аламыз, короче. Енді бізде егін егетін жер мына жер болады. Өйткені бізде су осы аймақта. Сол себепті осы бір жерге кішігірім егін егеміз. Айтпақшы достар, бізге не берілмейді ғой. Аты не дейтін еді? Егін егетін андай, короче, шөп берілмейді бізде. Осы жерден сындырып аламыз біз күніге. Міне, осының аты не? Семейная пшеница дейді. Осы зат бізде берілмейді, айтпақшы. Сол себепті біз осы жерден сындырып әкеп егеміз. Тағы да сындырып әкеп егіп қойық. Мына шөптер бостан-босқа тұр ғой негізі. Осы жерден біз өзімізге семені алып, ар жаққа егіп, оны пшеница қылып сатайық. Так. Бизнес қой, бизнес. Былай, все. Дайын. Енді бұның өскенін де күтеміз. Достар, сіздер не айырмашылық болды деп ойлайсыздар? Бізде айырмашылық ол ағашымыз өсті және де егіндеріміз өсті. Мен бір жерге барып келдім, шынымды айта салайын, енді оның бәрі оңайлыққа өсе қоймайды. Так, осыларды сындырып аламыз. Әдейі Майнкрафтты қосып кеттім, өйткені бізде осы заттар өсіп тұра берсін деп. Так, біздер осыны егеміз және де егінімізді сындырып аламыз. Бізде саженстер құлап кетті кейбір. Бірақ бізде 6 саженс мына жерге ровно жетті, және де мына жақтан бір семеналарды алайық. Достар, мен наоборот айтып отырмын ғой. Семена деп мынаны айтады. Саженс деп мынаны айтады, семена деп мынаны айтады.
Короче, мен шайып кеттім. Так, біздер мынаны сатып жібере салайық. 8 саженеціміз бар. Так, осы жерден кіруін қиын. Так, бізде бұл осыған сататын бет? Иә, осыған. Так, осыған сатамыз. Және де мынаяқтан өзімізге бір осылай бір земля аламыз. Все, осыны егеміз, короче. Ой, егеміз деп мо, қойып, үстіне егеміз. Так, былай. Ей, сервер что-то қатып отқан сияқты. Былай. Все, жеріміз дәуір батыр. Ал достар. Не қылды? Жап есікті. Жапсай. Пішей, шығар мені. Пішей. Болды, жап есікті. Ал достар. Мына бір ағашымыз өсіпті, енді оны сындырмай қойын. Келесі бөлімге қалдырамыз. Ал әнше қош сау болыңыздар. Давайте.